үйге Аққу келгеннен кейін үлкен апалары бұл кезде тұрмысқа шыққан жоқ, мектепте оқиды. Бірінен кейін бір ұстайды, бірінен кейін бір көтереді. Енді түнде ұйықтайтын уақытта ғана шығар, басқа уақытта сол қолда солай ұстап, солай өсті баламыз, немерем. Аққудың есімін өзім қойдым. Өйткені келінімнің аяғы ауыр болғанда бірден өзі құлағыма аян берді. Бұл немеренің үлкені болғаннан кейін бе, осы суретке де, биге де бәріне апарғымыз келіп, жаңағы қуанып 4 жасында мен Аққуды суретке апардым. Өте жақсы билеп, сондай 7 жыл биге қатынасты. Енді бұл биде мына жерде өзінің ағасы, сосын апасы үйленген кезде өзінің жаңағы бұл биде де жұп-жұппен билейді ғой. Осылай билерін билеп жүрді. Аққуш негізі мынау білімге неге құштар өсті. Ана қазақта да мақал бар ғой, ақылды қыз білімге жүгірер деген. Ақылды қыз болып өсті. Сабағын барын жақсы оқыды, мектептен бастап жақсы оқыды. Бүкіл медальдар болды, грамоталар болды, университетке өзі түсті, жұмысына да ешқандай Аққуға біреуді папарасты етіп, біреуді никогда еткен емеспіз. Например, бір өзі істеп, өзі жұмысқа тұрып жақсы сөйтіп келе жатыр. Енді өзінің біліммен ғой ол, ақылдылығымен. Аққум Бақытжан екеуміздің тұңғыш баламыз, ата-әжесін көптен күткен тұңғыш немересі, махаббатқа толы отбасында өскен, ата-әжесінің мейірімі не бөленген қыз бала өскен, өте өзі нәзік, сезімтал, бауырмал. Аққу мен үшін өмірдегі ең жақын адамдардың бірі. Оның ақылы мен өмірге деген көзқарасы өте ерекше. Және де оның маған ұнайтын басты қасиеті оның еңбекқорлығы деп айтқым келеді. Себебі ол бастаған ісін міндетті түрде соңына дейін жеткізеді. Мен өмірімде әпкемнің Аққудың алар орны өте ерекше. Кейде Аққу болмағанда не істер едім, кімнен үлгі, көмек, қолдау алатынымды білмейтін едім. Мен және әнім Төрежан үшін Аққуда бәріне дайын. Әрдайым қолдауын береді, көмегін береді. Сүрініп қалған кездер болса тұрғызып, әрі қарай жұмыс жасауға көмектеседі. Таң ертең мен бір сұлу суға келеді, суға келеді, суға келеді. Ақ жетекте бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді, еріп келеді. Тоқтаңыз сұлу су іздеген, танысқым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танысып көрмеген бұрын қызбен. Мектепке барып жүргенде, мектепке алып барып, мектептен алып келу бір үлкен бір ғанибет, үлкен бір қуаныш жаңағында. Әңгімелесіп, анау мынау сондай әңгімемен сөйтіп барамыз, мектептен сөйтіп келеміз. Сосын ата шамалы күтіңізші, мен Полина менен ойнайын, деп сөйтіп жүрек. Содан сол жерде орындыққа Полинаның шешесімен екеуміз отырамыз, әңгімелесіп. Бұлар екеуі бірі қуып, жаңағы ойнайды, мәз болып жаңағы. Мен тұрмысқа шыққан жылы өзімнің бір арманым бар еді. Германияға барып оқып келсем, или жұмыс жасап келсем деп, уже оқуға барам деген жылы Аққуды көтеріп аяғым ауырған. Содан кейін ол арманнан бас тарттым. Аман-есен баламды дүниеге әкелейін деп арманнан бас тартып бара алмай қалдым. Сол әңгімені Аққуға көп айтатын. Осылай мен бара алмай қалдым Германияға. Осы мен арманым болғаны деп. Сонда айтатын, мен пайда болғаннан кейін бармай қалдың ғой деді. Онда сен арман мен іске асырам деп, ол неміс тілінде оқыды, ағылшын тілінде оқыды,
жана өзі айлсты жоғары баға алып дайындалып Германияға барып оқып келді. Алмама мен сенің арманыңды орындадым. Енді екінші арманды орындаймын, сені Германияға апарам деп уәде берген. Аққу екеуміз негізі көптеген қызықты оқиғаларға тап боламыз. Шыны керек, оны көбісі негізі ас үйінде болатын. Тәтті тамақ істейміз деп бүлдіріп жүрген уақыттарда болды. Кішкентай кезімде мен 1 апта бойы ветрянкамен ауырған кезде өз бөлмемнен шықпай, маған ешкім кірмей жүргенде қасымда тек Аққу болған еді. Аққу кішкентай кезінде ауырды ғой, оған жұқпайды деп сеніп жүрген едік. Ақыр соңында екеуміз де ауырып қалдық, Аққуға да жұғып қалды. Сонда біз бүкіл отбасымызбен қатты күліп, қатты таңғалдық. Аққудың бауырмашылдығын осыдан-ақ көруге болады. Қарашы көзіме бір асыл жаным, жасырғаным жоқ. Жүрегімді саған тек тапсырамын, мәңгі ғашығым бол. Қарашы көзіме бір асыл жаным, жасырғаным жоқ. Жүрегімді саған тек тапсырамын, мәңгі ғашығым бол. Енді өзінің теңін тапты, той жасайық деп жатырмыз, амандық болса, ұзатайық деп жатырмыз. Осы балалар бақытты болсын, дендері сау болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Ата-ананың тілейтіні осы балаларымыздың бақыты ғой. Иә, екі жаққа да мейірімді болып, балапандарым әрқашанда бақытты болып, өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Енді Алла өмір жасын ұзақ қылсын деймін. Дені сау болсын, қосағымен қосақ арып, бақытты өмір сүрсін деймін енді. Біздің папамыз, Аққудың папасы, сол кісінің кастингтен өте қиын. Өте сондай несі, требование жоғары, мол. Сондықтан өте переживать еткенбіз, қалай болады екен, бақытжанға ұнаймы екен деп. Жоқ, соны таныстық, папасы да өте риза болды. Жақсы бала, көңілім орнына түсті деп өте ұнады. Өте білімді болғандықтан санасы жоғары и қарапайым қазақи бала ең басты. Сол бақытты болсын, самое главное, дендері сау болсын. Дендері сау болса, бұлар талай биіктіктерден көрінеді деп ойлаймын. Өйткені екеуі де білімді, ақыл тоқтатқан жастар ғой. Екі жаққа да бірдей болып, ол жақта да қуаныш, біз жақта да қуаныш болып жатса қалай жақсы. Аққу басып жатқан қадамын оң болсын. Әрдайым отбасыларында махаббат, өзара түсіністік болсын. Және әрдайым отбасыларда бақыт болсын деп тілеймін. Шаңырақтың шаттығы мен берекесі әрдайым қолдарында болсын. Оның әрқашанда менің қасымда болғаны, оның бар болуы менің өмірімді жарқын әрі қызықты етеді деп сенемін. Аққу маған әрдайым үлгі болды және үлгі болып келеді. Ол әрқашан орнықты шешім қабылдайды, сондықтан мен оған міндетті түрде 100% сенемін.